Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Үш күнде Құранға түсу әдістемесінің алғашқы сабағын бастаймыз. Араб тілінде 28 әріп бар. Сол 28 әріпті біз үшке бөліп жаттаймыз. Әр бөлікке 5-6 минуттан бөліп 15-20 минутта алғашқы сабақты, яғни Құран әріптерін жаттап алуымыз тиіс. Ең бірінші біз алғашқы қатарды жаттайық. Олар қайталаймыз. Әлиф, бә, тә, сә. Сақауша сә болады. Тілді тістеп тұрып айтамыз. Джим, хә, ха, дәл. Қайталаймыз. Әлиф, бә, тә, сә. Сақауша с болады. Сә. Джим, хә, ха, дәл. Әлиф, бә, тә, сә. Джим, хә, ха, дәл. Енді осы алғашқы қатарды бар жоғы 5 минутта жаттап алыңыздар. Ал енді екінші қатарды жаттаймыз. Олар зәл, яғни тілді тістеп тұрып, сақауша зәл дейміз. Зәл, ра, зә, кәдімгі зы бұл. Зә, син, шин, сат, дат, та. Сақауша зәл деген әріп. Зәл, ра, зә, син, шин, сат, дат, та. Зәл, ра, зә, син, шин, сат, дат, та. Қайталаймыз. Сақауша жіңішке зы. В, зәл, ра, зә, син, шин, сат. Сат, дат, тат деген әріптер ол жуан әріптер. Оларды ауаны жинап тұрып айтамыз. Сат, дат, та. Ал енді үшінші қатарды жаттаймыз. Үшінші қатар. Сақауша бірақ жуан. В, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, я. В, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, я. В, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, я. Бұл жерде бір-біріне ұқсайтын әріптер көп кездеседі. Мысалға хә, ха, қаф, хә әрпі. Бұл төртеуі қатты ұқсайды бір-біріне. Оның айырмашылықтарын мен қазір сіздерге махражды бірден үйретейін. Махражға бөлек бір сабақты арнамай. Осы сабақта махражды да бірден үйреніп аламыз. Яғни хә деген әріп ол тамақтың ортасына қысылып шығатын кәдімгі қазақша хат деген әріпке ұқсайды. Хә деген осы жерден байқасаңыздар қысылып шығады. Екіншісі ха деген әріп. Ха деген әріп ол тамақтың үстінен қысылып шығатын әріп. Тамақтың үстінен қысылып шығады ол. Қырылдап шығады яғни. Төртіншісі ол кәдімгі біздің қазақ деген сөз қ деген әріп. Қ деген әріп оңай. Үшіншісі ол. Ал енді төртіншісі ол бұл жер тамақтарға қысылмай, жай ауа сияқты шығады. Яғни деген әріп. Жай ә деген әріпті қоса саламыз. Осы әріп төртіншісі. Бұл айтқанда араб тіліндегі ең жеңіл әріп. Тағы да ұқсайтын әріптер ол син, сә әріпі және сат әріпі. Яғни син деген әріп ол кәдімгі с деген әріп. Кәдімгі қазақша с деген әріп син. Сә деген әріп ол сол сының жай сақаушасы. Яғни сә. Тілді тістеп тұрып сақауша айтамыз. Сә.
Ал сат дегеніміз, ол жуан, ауан жинап тұрып жібереміз. Ұрып айтамыз бұл айтқанда. Сат, сат, сат. Ал син дегенде, жеп жіңішке. Син дей саламыз. Син. Сат. Және сақауша, фә. Бұл жіңішке, фә. Сол сияқты екі д деген әріп бар. Оның айырмашылығы біреуі жіңішке, біреуі жуан. Дәл. Жіңішке, дәл деп айтамыз. Сосын жуан дат. Дат деп ұрып тұрып айтамыз. Дәл, дат. Дәл, дат. Оңай бұлай. Ал енді тағы да ұқсас әріп, ол з деген әріп. Үш з деген әріп бар. Олар кәдімгі з, зә деген әріп міне. Кәдімгі з, зә деген әріп. Сосын сақауша, жіңішке. Зәл, тілді тістеп тұрып айта саламыз. Зәл, з, зәл. Және үшіншісі ол сақауша, бірақ жуан әріп. Ауан жинап тұрып, ұрып тұрып айтамыз. Зо, зо, зо. Зәл, зо, зәл, зо, зәл. Мынау кәдімгі з. Зә. Ал қалған әріптер біздің қазақ тіліндегі бар алфавиттерде кездеседі. Қалғандары өте оңай.